Ben de sabahlarında orunlarında yapmışsınızlar. Бірақ жалмауыз кемпірді қайтсен екен. Соны түсінсе бұйырмасын. Не болды? Қатты әжем айтамыз. Әрине. Оған естері бар. Жат қайтылады. Мемлекеттен жаулығыма айналдырамыз. Қыздар. Бірақ апа, сіздің естері бойыңыз бар? Көбек сілі қылықтаны бар. Жоқ өзің көрдей аламыз. Ондай амаймыз бұл өтірікші. Кім өтірікші? Өзің өтірікшісің. Ертең не болатынын көресің. Бірақ Сарика мен мынаны түсінсең бұйырмасын. Өтірікші өзің. Өзің боласың сол өтірікшісің өзің. Ей қыздар, көзімдаш болды. Адам тұр демейсіңдер ғой мына жерде, а? Мәселе онда емес. Иә, есіме түсті. Кезінде Герна адам тұр демейсіңдер мына жерде сендер. Иә, сол есіме түсті. Жоқ, Сарика. Сен қателесіп тұрсың. Ей, кім? Айтамын. Ол сенің әпшең тыңдап жүр, сондықтан жарайды әпке. Бұл жайлы сотқа айтып, ажырасу ісін сол мезетте тоқтатушы еді. Иә, ол ақымақ емес қой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Егер олар қаса демек, мұндарға шикілік барды Ол демсіз. сенің сіңілің. Сен де бұған қамқор болуың керексің. Егер анықтамасаң Сухани атын ішсін. Таза бұзықсыңдар ғой сендер, а? Гернаның жақын Кімдер мына сабаққа келетін формаларын ғой? Кімдер мына формалар? Егер Швейцарияда Гернаның жақын құрбысы болса, бізге айтатын емессіз? Картиковым, қашан қайтып келер екенсің? Сағынғаным соншалық сені көріп, құшағыма басқым келеді. Тезірек оралшы балам. Апа, мұныңыз не сіздің? Шүрея, елестеп күш. Егер сен Картикті ешқашан көрмесеңші. Өткенде сабақтарын Ал орындағанда егер Картик сені көрмесе емесеші? Ол сені жек көрсе не істейсің? Апа, неге олай дейсіз? Ол сіздің де немереңіз ғой. Сіз менің жанымды алғыңыз келемін. Шірей, әлбетте жан тапсырғаныңды қалаймын. қазақ тілі болады, әдебиет болады, матем болады, құрбың Герна туралы сабақ болады. Ол жіктің де жоқ па, соны айтшы. Апа, ол сізге онсыз да шынын айтты ғой. Түсінікті. Егер ұлыңмен қайта қауышқың келмесін, онда қалауын берсін. Амалданша қолдан келер шабасы. Енді күнделіктерді келді. Сізге бәрін айтып берем. Күнделіктерді. Апа, Гернаның аяғы ауыр емес. Менің күнделігім. Ол сізді алғысы Ертең келді. сендерден. Маған күнделіктерім не? Апа, өтінеді. Күнделіктерім. Ертең матем болады, жаратылыстанның болады, таң. Жаратылыстанның болады. Матем болады. Міне, мынау матем, қазақ тілі, жаратылыстану и әдебиет бұл. Осы сабақтарды көзілдірді. Правильно, он сочетает вкусные фрукты и пользу витаминов. Орындарында сәттімді тап ұрсып, бұйырма шығарасың.
Aman. Aynen kapatmış. Niye aşılan dursun? Ama gidiyor da. Ne? Kaç Ama bilmiyorlar. Nasıl yürüyor? Tamam. Жана келгенде витамин керек. Иә, олардың бәрі шетінен бастайды. Ал көмектесеміз бе? Қайтеміз. Міне, Red Bull сатып көр. Red Bull қалыптанды. Tamam işte. Попробуй. Ой, я боюсь. Пока готовишь, то одного попробуешь, то другого, а потом такая тяжесть в животе. Хистал М помогает справиться с неприятными ощущениями при переедании. Хистал М для улучшения пищеварения. Встречайте в новой упаковке. Çünkü ziyarete geçtiğinde senin sorumluluğunda bakan. Yırtıcı yazında senin cazonunda. Yırtıcı yazında senin diyor. Apa nak berkata? Давай, смотри-ка. Окей. Ерте. Ешкі жөні өртеде. Бір адам мен әжі болса, ата ол әжеге бауырсақ пісіртерші депті. Ата әжі ол маған немен жасаймын, үн жоқ қой дейді. Шал айтады. Шал айтады. Анау қаппадағы ұн бар, соны ал. Жарайды дейді әже сөйтіп. Әже қаппадағы ұнды теріп алып, ұн жасайды. Ұннан бауырсақ жасайды. Сөйтіп аташ бауырсақты жейін десе, бауырсақ ыстық екен. Сөйтіп әже бауырсақты терезенің алдынан қойып қояды. Бауырсақ кет қалады. Бауырсақтың алдынан қоян шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін. Мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін. Ата-анамда қаштым, әжемнен де қаштым. Енді сенен қаштым дейді да алдынан қасқыр шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін. Мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін дейді. Жарайды дейді қасқыр. Бауырсақ, мен сені жеймін, мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін дейді. Ата-анамнан қаштым, әжемнен де қаштым, қояннан да қаштым, енді сенен де қаштым дейді. Алдынан аю шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін, мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін дейді. Ата-анамнан қаштым, әжемнен де қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, енді сенен де қаштым дейді. Алдынан түлкі шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін дейді. Түлкі, менің құлағым естілмейді, мұрныма келіп айтшы дейді. Сөйтіп бауырсақ айтады.
ата анамдан качтым, әжемнен де качтым, кой анамдан качтым, каскардан да качтым, аюудан да качтым, енді сиренен качтым дейт да. Түлкү бауырсакты жеп кояды. Осымен аякталды. Кызым болады міне. Бәрібір бұдан пайда жоқ. Оның үстіне ұйқым еріп шаршап кеттім. Күнделік бұл. Бірақ мынау шықпай жатыр. История былай істейік. Үйдегілердің бірінен көмек сұрайық. Әдебиеттен Түн жарымы болып кетті. Бәрі оқуды білем ғой мен. Былай болсын. Бірақ сен беске оқисың ғой, сен санайтын да шығар. Бір амалын табармыз. Білмеймін ғой. Осыны тез саламын деп атайын. Содан шығар. Қазақ тілден жас келіндерде. Папа, мына майды жеп көріңізші. Өте дәмді. Жеп көріңіз. Қайдекен? Еттен әдепсіздік. Сұлтани, білесің, сен өзің ене болып отырсың. Бірақ мұнда сенің екі бірдей енең отыр. Өзіңді қарызға айырғанша мекенеңді құрметтеп, оларға қызмет көрсетуің керек. Әуелі бізге тамақ салып бер. Қане, Шірейяға көмектес. Жақсы. Маған бер. Жейіз. Мынау не? Сабақ. Жаңа піскен тағамға ұқсамайды ғой. Сендер әлі сабақтан оқымағансыңдар ма не? Ужас. Әскер орындамап. Айттым ғой есімді орындап берейін деп түсіндер алып сабақтан тонды. Біреуіне дәптер, ручка дейіндер сұрамасыңдар. Сал, біреуіне тартып саласыңдар. Естідіңдер ма? Я. Сурия. Тез болды. Азда болса ұят бар ма? Қазды тәке отыр. Атаң мен әжең отыр. Бір-біріне жарысып қалыпсыздар. Тәгеп сақтасаңдаршы. Сендерге не болды? Сендер ақ. Тез болыңдар, отырыңдар. Неғып тұрсыңдар? Сен ақ ұрыспасын болар. Ой, бұлар. Жырау, сабақтан орындамай. Ой, қыздар, ұят емес па? Мен бағырға үйде өтірік айтып қалмай, сабағымызды өзіміз оқимыз. Несінер бұл өтірік айтуды үйреттім ба? Қыздар? Жоқ. Енді сабақтан оқыңдар, тез. Қойыңдар. Маған кесірінен деген қалай? Оны мен істедім бе? Бұл барып тұрған өтірікшілік. Иә, ал сен нағыз шыншыл адамсың. Иә, солай. Жоқ, сен есуассың. Маған сен жаз. Сен маған есуас дедің бе? Иә, өйткені сенің кесірінен қолым құмырадан шықпай қалды. Не үшін олай істедің? Мен саған бір Наны сен боя, наны сен боя. Мен құмыраға қолымды салғанда сен неге өз қолыңды Сен көркемеге қойын қоя. Қояндар. Жарайды. Мен бір амалын таптым. Әже, бұдан пайда жоқ. Біз бәрін қолданып көрдік. Майды да, сусабынды да, суды да. Болды. Бірақ қолымызды шығарып. Ал енді дәптер. Майды сонша жедің ғой. Қане, енді ас үйге бар. Ыстық су алып кел. Жарайды. Күнделіктерін нақып қоятындар. Нан сен орындар, нан сен орындар. Ертегі жаз деген ба? Кеш, мен саған тағы да ертегі жаз беріп айтайын. Сендер өзің жаз бересің болмай, е? Суға салып тұрыңдар. Әке бағалы ертегін жаз берсең болады. Болады, жазасың. Нә болды. Ыстық судың пайдасы бар. Ол Кәні күндеріңді. күрделі түйіндерді шешуге көмектеседі. Hadi sağlıktan tez durumda. Geçmiştim ya. Sözü açıyor. Bugün kulak üniversitede okumanın biliyorsunuz. Üniversitede
оқығанышыңыз білмеймін я жоқ Алло. мысалға сендер университетте оқисыңдар ғой Жоқ, айта бер. Иә. Судья, Иә, жоқ. Иә. Жоқ, мен олармен сөйлесемін. Иә. Жақсы. Иә. Жарайды. жетер енді. Телефонмен сосын да сөйлесе жатарсың. Болды, қой енді. Мына жерге отыр. Жақсы. нақа қосымша дегенде Не болды, судья? Бірдеңе болды ма? математикадан есіп шығып қалдым Төтенше мен жағдай болды. Машиналадағы зауыттан кәсіподақ ұйымы ереуілге шықты. болып маған жазыңдар көптен болып жазыңдар деген нәрсе Шұғыл түрде кетуім керек. болып Сіздің ойыңыз жүзеге асты. Әрине. Ол енді 3 айдан кейін болады. Сіздер тамақтана беріңіздер. Мен жолға дайындалайын. Неге? Мен демекші. Иә, бәрі дұрыс. оқып болды Түріңізге қарасам, халіңіз жақсы емес сияқты. Жоқ. Менің халім жақсы. Жеңгеңмен сосын сөйлесе жатарсың. мынандай көрсем бола ма жарайды Ama sıkıntı içinde ya ama kısa sayıdır bagaimana ya şunu da söyleyeyim mama terus minta maaf nasıl sih barang bicara itu langsung ya pun bisa tidak ya Mama, ini anak tas. Ini besar. Ini sendal. Özel cümle Ama söyleyeyim ben çizer cümlesi. Para güzel köprülerden. Özel cümle. Öyle. Кездескенше. Том, алма, жылы киімдеріңді алдың ба? Өзіңді көт. Мен бәрін алдым әже. Алаң болмаңыз. Özel cümle istemem. Сау. Сау. Кездескенше жеңге. Ладно, аз уақыт ішінде тарихында жасап, яғни Ешкіме әже. Не болды? Гехманымызге күрсін демей-ақ қой. Оның қайда кеткені белгісіз. Күйеуі жол жүргелі тұрғанда жанында болуы тиіс. Осыған ақылы жететін шығар деп ойлап ем. Әй қыз, өзіңді жасыңа сай ұстасаңшы. Әже болуға асықпа. Және Гехна деме. Гехна келін де. Ай! Гехна келін де. Гехна келін. Мама, сен бұндай тамақ жасайсың, қызын жасай алып қой. Конечно. Мен бұндай тамақтар жасай алмаймын ба? Ана, бәріне жұмыстай. Hadi, ne отырalım size. Сен үйге оралғам дегенше, мұнда бәрі өзгереді, Сүрия. Ладно,
сүйікті анасы. Екінші жағында жауындай көрген қамқоршысы. Туған анамы, әлде қамқоршысы ма? Қамқоршысы туған анадай бола ма? Бәріне уақыт емші. Ama şu para verirsin ya, şimdi veriyor. Ben istiyorum. Aslanlar aslında. Помню одну историю. Я как раз в университете Mama, bu kim kaldı manyasın? этот случай с пиалой навсегда изменил мою жизнь. И с тех пор вкуснее чая я не пила. Дом там, где пиала. Жена живая, бар адамға жайттар. Şimdi ben Бар sonra bak. үйден әрбір шағын жолдастарымыздан Sana kan bulmak bulunma. Ya. менің образымда организмге ДДР-дің қорқынышты жеткіліксіз болғанда Ay, Globus. 1924 жылдан сапамен дәмді дәстүрлері. Globus өнімдерімен неге жасаймыз? Globus. Ұрпақтарды біріктіретін дәм. Еще до первой улыбки, до первого шевеления, до теста. Обновленный фенибион, содержащий комплекс фолиевой кислоты и метафорина, который помогает поддержать требуемый уровень фолатов, так необходимых для здорового развития вашего малыша. Фенибион – витамин для беременных в Европе. Құрбол келмеді. Жалеешь ли я фруктовый? Ya. Kita kusut start cepat. И получишь шанс выиграть крутые призы. Masih setengah, ya kalau Dostlar, osman bize serial аяқталды. Ендеше сау болыңыздар. Екінші бөлімін күтіңіздер. Айтпақшы, бұл кедей отбасы екінші бөлім.